Үйлену оңай, үй болу қиын деп тегін айтылмаса керек. Қанат та жас болып, махаббат буына мас болып ерте отбасын құрды. Өзі ауылдың баласы болса да, ақ саусақ қаланың қызына ғашық болды. Раяна ауылға тұруға қарсы болған соң, Қанат қалыңдығына көп ұзамай қалаға көшеміз деп уәдесін берді. Қанат ата-анасының кенже ұлы еді. Қариялар ұлының шаңырақ құруын қолдап, өз баталарын берді. Кенжелерінің тойын қаланың үлкен мейрамханаларының бірінде дүркіретіп жасап та берді. Қанат өзі еңбекқор, еті тірі жігіттердің бірі болғандықтан, ауылдағы үйінің жағдайында қаланыкінен кем қылмады. Тойдан кейін келін жұмсаймын деп қуанған Әсия апайдың қуанышы су сепкендей басылды. Алғашқы кезде Раянаны мүмкін бөтенеге келіп үйрене алмай жабырқап жүрген шығар, деп іштей жаны да ашитын. Келінінен өзі ерте оянған енесі келін орнына келін болып жүрді. Раяна ұйқысын қандырып, бөлмеден шығуға асықпайтын. Қанат та бұл әрекетін байқап, «Жаным, анама көмектесіп келіндік міндетіңді аз болса да атқарсаң деймін», деп жай айтқан күйеу сөзіне Раяна атырыла жауап берді. «Саған о баста айттым, Қанат. Мен ауылда тұра алмаймын. Мен қалада емін-еркін өмір сүріп үйренген жанмын. Тезірек кетейік бұл жерден», деп қабағы шытыла ас үйге кірді. Қанат әйелінің ерке мінезіне аса мән бермеді. Ауылға келгелі қалаға көшеміз деген уәдесі күн өте бәсеңси түсті. Бірнеше ай әйелінің ерке, қырсық мінезіне төзіп келген Қанат бұл жолы Раянаның тым артық, шектен шыққан әрекетінің үстінен түсті. Қалаға тірліктермен ерте шыққан Қанаттың телефоны қуат көзінде қалып, соны алуға кері қайтқан. Машинасын есік алдына қойып, ойында түк жоқ үйге кірген Қанат өз көзіне өзі сене алмады. Раяна қақ төрде, жеңіл халатпен ашық-шашық отырып, ата-енесінің бетінен алып төсіне шауып отыр екен. Бұл әрекетіне шыдай алмаған Қанат Раянаны қолынан жетектеген күйі есік алдына шығарып шапалақпен салып жіберді. Артынан ілесе шыққан анасы көз жасын сүрте, «Көзін құрт мына тәрбиесіздің, келін атынан садаға кетсін», деп сұңқылдай жылап жатқан келініне ала көздене қарады. Қанаттың ұрғанын сылтау еткен қалалық сылқым киімдерін түгелдей жинап өзі үйренген қаласына тайып тұрды. Басында наз қылығымен, әдемі күлкісі, мөлдір жанарымен баурап алған Раянасы нағыз жалмауыздың өзі болып шықты. Қанат кімге ғашық болғанын 2 айдың ішінде толық танып білді. Бірге тұрып, бетпердесі ашылған әйелін дұрыс танымағанына жігіт өкініп, іші удай ашыды. Раяна сол кеткеннен мол кетіп, ақыры Қанатпен ажырасып тынды. Ата-анасы да тәрбиесіз келіндерінен құтылғанына қуанды. Әкесі сабырлы, парасатты адам болған соң, ұлына біраз ақылын айтып жігерін жасытпады. «Ұлым, өмір болған соң бәріміз қателесеміз, пендеміз ғой. Қайта ондай адамнан ерте құтылғаныңа шүкір ет. Есіңде болсын, ұлым. Әйелдің сыртқы сұлулығынан гөрі ішкі сұлулығына мән бер. Сыртқы сұлулық алдамшы келеді», деген әкенің қорғасындай салмақты сөздері Қанатты расымен де біраз ойландырды. Асығыс үйленген өзінің ақымақтық әрекетінен ата-ана алдында ұялды. Раянаны көрген сәтте достары да бұл қыздың бойы жасандылыққа тұнып тұрғанын, Қанатқа асықпау керектігін бірнеше мәрте ескерткен еді. Қалаға достарына жиі баратын Қанат сол кезде Раянаға бірден ғашық болып, бар жағдайын жасап, айтқанын екі етпей, қалалық ару жігіт жүрегін бірден баурап алған. Үйдің жалғыз қызы болғандықтан мінезі ерке, қырсықтау болды. Әкесі мен анасының дәм тұздары жараспай ерте айырылысып кеткенін Раяна алғашқы кездесуде түгелдей баяндап берген. Енесі келінім өте жас, еркелігін қойып кетер, деген сайын Раяна еркелігінен бұрын тәрбиесіздігін көрсетіп ата-ене көңілін қалдырған. Әсияның үлкен келіні де қаланың қызы болғанымен өте тәрбиелі, инабатты жан. Кенже келіні керісінше нағыз көкбет, долының өзі болып шықты. Жастары келген шақта шөпжелке әйелден естімегенді естігендері
көңілдеріне қаяу салды. Ақкөңіл ұлдарының дұрыс таңдау жасамағанына іштері ашыса да, болашағынан зор үміт күтті. Қанат та өзінің өмірден үлкен сабақ алғанына әбден көзі жетті. Раяна ажырасып кеткені үшін еш өкінбеді. Қайта қалаға қайта келіп, қолына еркіндік тиіп өмір сүруді одан әрі жалғастырды. Анасы қызының ажырасып келгеніне еш қарсылық танытпады. Қайта қызына жел беріп, өмір бір-ақ рет беріледі. Зачем саған біреудің нәскиін жуып, как қул құсап өмір сүру ауылда. Пуст өздері сонда тұра берсін. Түріңе қарашы, күйеуге тиіп не болып кеткенсің? Не уход жоқ, не маникюр жоқ. Тырнақтары менікінен жаман. Еще сели армияны тамақтандырасың. Ужас, деп шешесі қызына ақыл айтқанда алдына жан салмай кетті. Раяна расымен де ауылға 2 ай тұрып, анасы айтқандай жүдеп кеткенмін бе, деп айна алдында ұзақ телмірді. Аздап толғанынан ба, өз мүсіні өзіне ұнамады. Анасы айтқан фитнес-клубқа жазылып, өзін ретке келтіруді қолға алды. Анасының ағасы дүркіреп тұрған бизнесмен. Бұларға сондықтан да жеңіл өмір сүріп, ақшаны оңды-солды шашу проблема емес. Раяна күні бойы салонда болып, әп-сәтте бұрынғыдай құлпыра түсті. Анасы қызына мәз болып, осылай жүріпсек да, бүгін рестораннан тамақтанамыз, деп кешкі асты өздері жиі баратын қымбат ресторандардың бірінен ішті. Үйге келген Раяна душ қабылдап көптен сөйлеспей кеткен құрбыларына хабарласып, демалыс күні спа салонына барып, шопинг жасауға идея тастады. Өзі сынды іші пысқан, іздегенге сұраған құрбылары бірден келісе кетті. Раянамен кездескен құрбылары оны қағыта, күйеуге тиген қалай екен, деп ауыздарын баса мысқылдай күлді. Просто кошмар, деп Раяна ауылдағы өмірін тозаққа түскендей баяндап берді. Ауыл десе шаштары тік тұратын құрбылары да Раянаны аяп бәрін дұрыс жасағансың деп, демалыстарын одан әрі жалғастырды. Телефон жадын тазартып отырған Раяна, Қанат екеуінің ауылда түскен соңғы фотосын тауып алды. Өзінің қызыл халат, ақ орамалмен түскен суретіне қарап, ішек сілесі қата күлді. Мұналарды қалай кигенмін, как клоун, деп күлкісін тия алар емес. Суретін өшірместен бұрын Қанатты да мазақтай, өзің тұр ауылда, дурак, деп суретті бірден өшіріп тастады. Жылап сықтап, Қанатты ойлап Раяна мүлдем бас қатырмады. Өмірінде ондай жан мүлде болмаған сынды. Фитнес залы Раянаның көңілінен бірден шықты. Жаңа жабдықтар көз жауын аларлықтай. Өзі сынды жастарда көп екен. Көркем, сымбатты жігіттерді Раяна көзбен арбап, ұнағанына қиыла қарайды. Диас деген ұзын бойлы, спортик жігіт Раянамен жақын танысып, бірер күнде әңгімелері де жарасып кетті. Диас қаланың тұрақты тұрғыны екен. Бірнеше сауда нысаны бар. Жалпы Раянаның талғамына сай жігіт сынды. Алғашқы кездесуде жігіт өзінің отбасы жайлы айтып, қызға ашыла түсті. Анасы мен әкесі заманауи адамдар екенін, әпкесінің шет елге тұрмысқа шыққанын да жасырып қалмады. Кезек Раянаға келгенде, қабағын шыта, мен 2 ай бұрын тұрмыста болдым. Күйеуім ішкіш, ата-енем тыныштық бермей үйден қуып жіберді, деп шикі өтірікті беті шылп етпестен соғып қалды. Мұндай тағдырына сеніп қалған Диас, қызға не айтарын білмей тосылып қалды. Бір жағынан аяп, қолынан келгенше жұбатуға тырысты. Диастың көз қарасынан, мейірімділік пен жанашырлықты көрген Раяна, жігітті уысына түсірер күнде алыс емес екенін ойлап іште қуанды. Раянаның сұлулығы мен қылықтылығына Диас күн өткен сайын ғашық бола бастады. Көп ұзамай қызға сезімін білдіріп, жұп болуға ұсынысын жасады. Раяна ойланбастан жауабын беріп үлгерді. Диастың жомарттылығы Раянаны күн өткен сайын қуантты. Ауылда жүре бергенімде, мұндай кереметтердің бірінде көрмес едім, деп Диасты кездестіргеніне Раяна құрбыларына мақтан айтты. Кейбірі Раянаны қолдап ол үшін қуанса, кейбірі оның екі жүзділігінің арқасында жолының болып кеткенін көре алмады. Диас отбасын құруға асықпады. Ол да Раяна сынды бостандықты көп қалап, тек жүрек қалауын жасады. Диас пен Раяна уақыттарын көңілді, өздері қалағандай етіп өткізді. Бір күн ресторан, бір күн спа, яхта, іштерін пыстырмады. Диас фитнес залына,
Раянадан бұрын ертерек келіп жаттығуларын жасай бастады. Сәл үзіліс жасап, терін сүртіп суын ішті. Телефонын алып Раянаға хабарласқалы тұрғанында, қасына қасы көзі қиылған, бойы ұзын аққұба бойжеткен келіп сағат сұрады. Диас қызға дереу уақыттың қанша екенін айтып, есімін де сұрап үлгерді. Қыз күлімсіреп, есімім Анара деді. Жігіт те қолын ұсына, Диас деп әп-сәтте танысып үлгерді. Қыздың күлкісінің өзінде бір сиқыр бар сынды. Диастың жүрегін дір еткізді. Екеуінің әңгімелері жарасып тұрғанда, қастарына Раяна келіп, бұларды жақтыра қоймады. Дереу Диасты сөзге бұрып, «Жаным, сәл кешігіп қалдым, жолда тептеліс екен», деп жігітіне қиыла қарады. Бұлардың жұп екенін бірден сезген Анара залдан шыққанша асықты. Диас бұрын соңды бастан өткермеген тәтті сезімді анық сезінді. Анараның күлгендегі бетіндегі шұңқыры біразға дейін Диастың көз алдынан кетпей қойды. Диас пен Раянаның ара қатынасы ұзаққа созыла қоймады. Жас аруға Диас расымен де қатты ғашық болып қалған еді. Раяна жай уақытты көңілді өткізу мақсатында ғана жүргенін о бастан білген. Раянаны түскі асқа шақырып, Диас оған өз сезімінің жоқ екенін ашық айтты. Ештемені түсінбей абдырап қалған Раяна, «Бұл қалай жаным, әлде біреуге ғашық болып қалдың ба?» деп жігітті жауаптың астына ала бастады. Диас Раянаның сөзі біткенін күтіп, «Я, Раяна, дұрыс айтасың, мен басқаны ұнатамын. Екеуміз уақытты біраз көңілді өткіздік, бірақ біз бірге бола алмаймыз. Мен жақында үйленемін», деп Анара екеуінің суреттерін көрсетті. «Ах, идиот», деп Раяна алдындағы бокал толы шарапты Диастың бетіне шашып жіберді. Диас та есесін жібермей ашулана орнынан тұрып, «Салдақы, сен нені күттің? Ажырасып кеткен саған үйленеді деп өзіңе көп алып қойдың ғой деймін. Сен тек көңіл көтеру үшін ғана менің қасымда жүрдің», деп жөніне кетті. Диас кеткен соң Раяна ішімдікке сылқия тойып, жылап анасына қоңырау шалды. Анасы лезде таксимен келіп, қызын алып үйіне кетті. Салқын суға түсіріп төсегіне жатқызды. «Болмайтын еркек үшін сонша қайғыға түскенің не?» деп ұйықтап жатқан қызының үстінен көрпесін жауып шашынан сипады. Раяна фитнес залына үзбей барып жүрді. Қайғыға салып кеткен Диасты екінші бұл жерден жолықтырмады. Күндердің күнінде тағы қалталы біреуді кездестіретініне Раяна еш күмәнданбады. Жас жігіттерден гөрі мұнда соңғы кезде егде тартқан қарт кісілер көп келетін болып жүр. Раяна оларға мүлде назар аудармайды. Бір жыл өзімен құрбы болып жүрген Сабина да фитнеске жазылып осында келуді жөн көрген. Раянаның қасында серік болды. Мұнда жаңадан біраз адамдар қосылған сынды. Егделеу келген Ермек деген кісі қыздармен жақын танысқысы келіп, өзінің де спортқа қызығушылығы бар екенін әңгіме етті. Бұл сөздер жастарға мүлдем қызықсыз еді. Ермек әзілге жақын, зейнеткер қарт екен. Сабина мен Раянаны ақыры әңгімеге тартып, қыздармен жақын араласа бастады. Өзі қарт болса да, денесі ширақ, позитивті жан екен. Астындағы қымбат маркалы көлігінің де өз жүргізушісі бар сынды. Үстіне киген спорт киімдерінің бәрі шетелдік бренд. Раяна қарттың қалталы екенін бірден сезді. Көзіне байлық елестеп, не де болса қартты өзіне жақын тарта бастады. Ермек те жас қыздарды мейрамханаға жиі шақырып, жақсы сыйлықтармен сыйлады. Сабинаға қарттың бұл әрекеттері ерсі көрініп, бұдан бұлай бұларға қосылмайтын болды. Раяна қарым-қатынасты одан әрі жалғастырғысы келді. Ермек те жас қыздың кетәрі еместігін байқап, оның жағдайын жасай бастады. Бір демалыста тосын сейім бар деп, қала маңындағы коттеджіне шақырды. Зәулім сарайды көріп, Раяна Ермек қарттың қалталы бай екенін айтпаса да білді. Бұл кездесуді көптен бері күтіп жүрген қарт, үлкен бөлмеге арнайы дастархан жайғызып, ертегідей безендіріп қойыпты. Раянаны орнына жайғастырып, қызыл шараптың біреуін аша, ұқыптылықпен 2 бокалға құйды. Раяна еш қысылмай шараптан ұрттап, қасындағы жүзімнен жей отырды. 1-2 бокал шараптан кейін қарт пен жастың әңгімесі жараса бастады. Ермек Раянаға жиі кездесіп тұруды өтіне айтты. Қызға ол үшін өкінбейтіндігін, жағдайын жасап тұруға уәде де берді. Зәулім сарайда түнді көңілді өткізген жас пен қарт дән риза.
Ермек өзін жас Раянаның қасында әлде қайда ширақ сезінді. Жас құшаққа кіріп, суып қалған тәнін отқа жылытқандай балқи түскен қария егделікті мүлдем ұмытып кеткендей еді. Ермек қарт пен Раянаның қала сыртындағы кездесулері жиілеп кетті. Раянаның байлықтан көзі шел басып, егде қарттың қуыршағына айналды. Тәнін ақшаға айырбастады. Ермек те Раянаның ақша үшін бәріне баратынын ерте түсінген. Көңілі қаласа шақырып алады. Көңілі қаламаса мүлдем хабарсыз кетеді. Раяна уақыт өте Ермек қарттың қуыршағына айналды. Бір күні қаладан ойламаған жерден бұрынғы күйеуі Қанатты сыртынан көріп қалды. От басын құрған сынды. Қасында келіншегі мен ұлы бар. Өздері сондай бақытты көрінеді. Алғаш рет Раянаның бойында өкініш сезімі пайда болды. Кезінде менсінбей кеткен Қанаты бұрынғыдан да сымбатты, әрі жағдайда жаман емес сынды. Өзінің бейшаралық халіне жаны ашыды. Ақша, байлық үшін ластанған тәнін жек көрді. Бірақ бұл Раянаның көңіліндегі өткінші сәттің бірі ғана еді. Ойын Ермек қарттың қоңырауы бөліп жіберді. «Алло, жүргізушіні жібердім, коттеджде күтемін, тезірек кел», деп қарт бұйыра сөйледі. Раяна апыл-ғұпыл жиналып, жүргізушімен бірге қала сыртына шықты. Раянамен кездескелі Ермек қарт жасара түскендей, ақшасы мен байлығының арқасында жас қуыршағы бар. Егде қарттың қуыршағына айналған Раянаның болашағы беймәлім еді. Өзі осы күніне де риза сынды. Ақшасы көп, қалаған жеріне қыдырады. Тұрмыс құрып бала сүюден гөрі Раянаға өзінің жеңіл өмірі ұнады. Болашағын ойлап, өмірін күрделі еткісі келмеді.